Ишемиялық инсультпен ауыратын науқастарда қан тамырының тромбпен бітелуі нәтижесінде дененің бір жартысының кенеттен әлсіреуі, жүру қиындығы, атаксия немесе көрудің бұзылуы, айтылған тілді түсінудің қиындауы немесе сөздерді дұрыс айта алмау сияқты белгілер пайда болады. Осындай жағдайда мүмкіндігінше тезірек инсультті емдейтін үшінші деңгейлі ауруханаға бару өте маңызды. Өйткені белгілер пайда болған алғашқы бірнеше сағатта, егер тромб әртүрлі әдістермен ертілсе, онда қан айналымын алғашқы бірнеше сағат ішінде қалпына келтіруге болады. Сонда кейбір белгілер бірден толықтай жойылуы мүмкін, ал үздіксіз физиотерапия жүргізгеннен кейін бір ай өткен соң, бұл емді алған науқастар ем қабылдамағандарға қарағанда әлдеқайда жақсы нәтиже көрсетеді. Енді сол заманауи емдеу тәсілдері қандай? Белгілер пайда болған алғашқы бірнеше сағатта біз тамырға тромбты ертетін инъекция тинектиплаза немесе рекомбинантты тіндік неоплазмоген активаторын бере аламыз. Бірақ алғашқы бірнеше сағат өтіп кеткеннен кейде 12 сағатқа дейін қазіргі заманауи емдеу әдістерінің арқасында және жетілдірілген катетеризация зертханасының, интервенциялық радиологтардың, интервенциялық невропатологтар мен нейрохирургтардың қатысуымен миға қан жеткізетін зақымданған қан тамырларына тікелей катетер қоюға болады. Осылайша тромбты сорып алып тастауға немесе стенд қойып, тромбты шығарып алуға болады. Бұл бірден қан айналымын қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Егер бұл процедура дұрыс уақытылы және тиісті ауруханада жасалса, оның табысты болу ықтималдығы әлдеқайда жоғары. Сондықтан бұл өте маңызды. Есімізде болсын, ауруханаға мүмкіндігінше ертерек келу керек және уақытты шағын орталықтарда немесе жеке клиникаларда, тіпті ол невропатологқа тиесілі болса да босқа өткізбеңіз. Ең жақсы уақыт симптомдар басталғаннан кейінгі 6 сағат. Сол кезде дереу ауруханаға және жедел жәрдемге жүгіну керек.